абай еткен мұхтар ғана, мұхтарды мұхтар еткен абай дала. Қазақтың қос арысы, қос танасы, қалайша бас емессің оған сірә, деп Мағжан Жұмабаев жырлап өткендей, кемеңгер Мұхтар Әуезов қазақтың әдебиеті мен мәдениетінде ойып тұрып орын алатын ірі тұлға. Мұхтар Әуезов, көксерек. Көксерек арлан еді, сондықтан бұның бойы биіктене берді. Өзі ешкімге ізденіп соқтықпайды, ит баласына заты қастай жібімейді. Әлі күнге бір рет жадырап ойнап көрген емес, татулық жоқ, суық. Жалғыз-ақ атын біледі, Құрмаш пен әжеш шақырса келеді. Мұнда да жүгіріп келмей, құйрығын селектетіп, бүкеңдеп қана келеді. Бұны да ашыққан уақытында істейді. Әйтпесе анадай жерде қырыстанып жатып алады. Барып түрткілеп тұрғызған соң ғана үйге жүреді. Өскен сайын сызданып, суықтанып келеді. Осы мінезін байқаған үлкендер, енді бұны өлтіріп терісін алу керек. Осы кәпір түбінде ел болмайды дейтін еді. Бірақ Құрмаш бұған көнбеді. Бір күні көксерек қара ала төбетке майдан берді. Қара ала төбеттің иесі Жұмаш бала жаз бойы Құрмашқа: "Қасқырың болса қайтайын, менің қара ала төбетім бұрап соғады. Арашаламасаң әлде қашан өлтіріп тастар еді" дей береді. Бір күні Құрмаш көксеректі тысқа алып шығып, ас құйып жалатып тұрғанда, үйдің көлеңкесінен қара ала төбет көксерекке жүгіріп келіп, бүйір жағынан арс етіп қауып түсті. Маңайда жұрт дабырлап жиылып қалып еді. Көксерек қара ала төбетті мойнынан буындырып тұрып қоя берді. Жотасы үдірейіп топтан шыға берді. Қара ала төбет сол жерде қаңсылап қалды. Сол түні кешке ауылға қасқыр шапты. Дөң басындағы қойшының айғайы мен ауылдағы кәрі жас, аттылы жаяу иттерді шапқызды. Оның арасында көксерек те кетті деген оймен Құрмаш та жүгірді. Көксерек кетіп бара жатты. Құрмаш пен өзге балалар артынан бірінен соң бірі "Көксерек, көксерек" деп айқайлап шақырып жатты. Әбден қас қараюға таған уақыттан көксерек ауылға баяулап келді. Үйге кірген жоқ. Ол сыртта сары жотаға қарап, жалт-жұлт қарап, жерді тырналай бастады. Тыныштала алмағандай. Осы көксеректің мінезін көрген Құрмаштың атасы: "Туф, мына кәпірдің екі көзі жап-жасыл болып кетіпті-ау. Қой балам, енді бұны өлтіріп терісін алайық" деді. Бірақ Құрмаш көнбеді. Көксерек құйрығын артқы аяғының ортасына салып алып, аш белі бүгіліп, іші қайта солқ-солқ етіп ұлып отыр еді. Бір мезгілде өзінің даусындай дауыс естілді. Ол да тура осы сияқты ұлиды екен. Көксеректі іздеп келген маңайда жүрген қаншық қасқыр оны тауып алады. Екеуі бір-бірін көрген кезде бірге ұмтылысты. Екеуінің тістері қағысыспай, бір-біріне екпіндеген бетімен қағысты. Ашқарақ азулары сақ-сақ етті. Көксерек өзіне көп дартқысы келмей, жылдам жүгіріп, қайтадан орнына келіп тұрған кезде, ақ қасқыр қайта қыңсылап, сол жерде ұлый бастады. Сол кезде ақ қасқыр көксеректің иісін іздеп, екеуін иістері табыстырды.